Synology желіге қосылған сақтау құрылғыларына маманданған тайвандық компания Network Attached Storage деген екен. Synology-дің NAS желісі үстел үсті модельдер үшін Disk Station, толық флеш модельдер үшін Flash Station және тіреуішке орнатылатын модельдер үшін Rack Station атауларымен белгілі. Synology өнімдері бүкіл әлем бойынша таратылады және бірнеше тілде жергіліктендірілген локализация болған дейді. Synology-дің штаб-пәтері Тайвейде, Тайван орналасқан, ал оның еншілес компаниялары әртүрлі әлемде, барлық әлемде тараған дейді. Synology деректер кез келген саланың трансформациясының негізі, ал Synology осы өзгерістерде маңызды рөл атқарады. Біздің басты міндетіміз әлемдегі деректерді басқару және қорғау. Негізгі мақсаты деректерді басқару және қорғау. Synology кез келген бизнеске деректерін басқаруға, қорғауға және қауіпсіздендіруге мүмкіндік береді. Флешеттен бастап дисклерге және бірнеше бұлттық архитектураларға дейін цифрлық әлемнің қарқынды өсіп келе жатқан деректер көлемін тиімді түрде сақтау үшін, басқару үшін арналған шешімдер. Енді былай елестетіп көрейік, мысалы бізде мынандай офис бар дейік, үлкенірек, бірнеше ондаған, жүздеген қызметкер істеуі мүмкін. Немесе мынандай бір офис, елестетіп қараңыздар, осы жерде кез келген офиста көптеген ақпараттар болады. Енді әртүрлі жаңағы құжаттар, бір-бірімен қызметкерлер файлдарды алмасады. Жалпы офиста жаңа ақпарат дерек ол жұмыстың негізі деп айтсақ болады. Кез келген информация, мысалы клиенттер, контрагенттер, немесе өзіңіз жасаған қандай да бір туындылар, кейбір графикалық орталықтар, мысалы жалпы информация көп. Осы информацияның барлығын бір жерге орталықтандырып, және оны кім қол жеткізе алады, оны қалай басқарамыз, осы ақпараттың жоғалып кетпеуі өте маңызды. Осындай жағдайда Synology компаниясының өнімдері жаңағы шағын және орта бизнес үшін керемет ұсыныстар жасайды. Соның ішінде Synology-дің міне мынандай жерде көріп тұрғандарыңыздай көптеген сақтау құрылғылары бар. Мына жерде hard диск терабайттар, жаңағы бірнеше терабайттық дисклер орнатылады. Көптеген ақпараттар сақталады. Бұл жерде RAID деген басқа да сақтық шаралары ұйымдастырылады, және кез келген басқа бір диск бұзылған жағдайда басқалары жұмысты жалғастырып ақпараттың жоғалмауын қамтамасыз етеді. Сонымен қатар бұл құрылғылардың басты беретін артықшылығы бұл өзінің жеке операциялық жүйе. Бұл Linux, Unix негізінде жасалған операциялық жүйе. Бұл операциялық жүйенің көмегімен осы деректерді толықтай басқара аламыз. Мысалы, мына жерде көріп отырған модельдер бұл керемет, бұл кішігірім, шағын, көп орын алмайтын үстел үстіне орнатуға болатын нұсқалары, ал одан үлкендеу, мысалы мына жерде Rack модельдерін көреміз. Міне мынандай Rack модель, бұны серверлік сөреге, шкафқа орнатамыз. Бұл да ақпаратты өте жоғары деңгейде сақтауға көмектесуге береді. Және бұның бір артықшылығы, бұл құрылғылардың бұл жерде ақпаратты жазу, оқу жылдамдығы өте керемет. Яғни көптеген қолданушылар бір папкілерге, бір файлдарды сол жерге жазатын болса, өзгертетін болса, жаңағыдай ақпарат алмасу жалпы қанша қолданушы жұмыс істесе, сол уақытта жазу, оқу жылдамдықтарын барынша сақтап отырып, жылдам жұмыс істеуге мүмкіндік береді. Көп жағдайда бізде түсінікті, мысалы Windows операциялық жүйесінің көмегімен әшейін файлдарды бөлісіп жатамыз. Алайда ол жерде кейбір қауіптер бар екенін айту керек. Ол жерде ақпараттың жоғалып кетуі, одан кейін мысалы біреу байқаусызда файлды удалить етіп жіберсе, оны восстановление дейміз, қалыпқа келтіру қиын болуы мүмкін. Осындай жағдайлардың барлығы осындай құрылғыларда қарастырылған, арнайы арналған. Мына жерде мен бірнеше құжаттама файлдарын ашып қойдым, жаңағы веб парақшасын. Қазір көрейік. Мысалы қараңыздар, мысалы міне мынандай интерфейс болады. Бұл жерде мен қазір өкінішке орай ұзақтан қосыла алмай отырмын өзім құрылғыма. Яғни мынандай интерфейс болады. Бұл жерде міне қараңыз, бөлінген папкілер, сол жерде басқару, ол жерде кімдер қол жеткізе алады, ол жерге жазу немесе оқу мүмкіндігі, файл сервистері, сосын кейін домен. Мысалы домен контроллер деген бұл үлкен компанияларда файлдарды тағы да қол жеткізуді өте детальды түрде басқаруға мүмкіндік беретін, барлығын орталықтандыратын мүмкіндік. Сонымен қатар сырттан қол жеткізу мүмкіндігі. Мысалы кейбір қолданушылар үйден немесе басқа да жаңағы жұмыс сапарымен кеткен кезде қол жеткізуге мүмкіндік береді. Желіні настройка жасау. Бұл жерде бұл құрылғыларға кейбіреуіне екі сетевая карта порты болады және екі желіні қосуға болады. Егер біреуі істен шыққан жағдайда екіншісі ары қарай жұмысын жалғастырады. Осындай баптау жұмыстары бар. Сонымен қатар қауіпсіздігі бұл жерде өте жоғары деңгейде болады. Мысалы администраторлар осы
құрылғыны толықтай ұзақтан IP адреспен кіріп басқарады, ал басқа қолданушылар өзіне қажетті файлдарға қол жеткізеді. Енді терминал көмегімен әрине басқаруға да мүмкіндік болады. Соның ішінде users and groups деген бұл жерде администратор пользовательдер болады, сонымен қатар файлдарды оқуға мүмкіндігі бар қолданушылар, оны өзгертуге мүмкіндігі бар, жалпы басқаруға өте көп мүмкіндік береді. Енді төмен қарай түсетін болсақ, әрине мына жерде сақтау және виртуализация деген екен. Мысалы қараңыз, бұл жерде дискілердің бірнеше саны көрсетіп тұр. Мысалы бір ғана мына жерде бір құрылғы тұр, соның ішінде 2 дискі тұр, алайда оны бір волюм, бір дисклік массив ретінде көріп тұр. Бұл жерде екеуі біріктірілген. Мысалы әрқайсысы 4 терабайттан болатын болса, 8 терабайт қосымша береді. Және бұл жерде рейд жасалатын болса, онда 4 терабайт аламыз. Яғни біреуі мынау бұзылып қалса, екінші, онда бірінші біздің дискі ары қарай жұмысты жалғастырады. Және қараңыздар, дискінің әрқашанда оның жаңағы қал жағдайы қандай, жақсы жұмыс жасап тұр ма, бір ақаулықтар бар ма, осының бәрін толық сол сәтте анықтауға мүмкіндік береді. Қанша hard диск, қанша SD қосылғаны, осының барлығын жаңағы интерфейспен көреміз, басқаруға өте оңай. Сондай-ақ смарт тесттер автоматты түрде жүріп отырады. Мысалы, бұл жерде 2 диск орнатылған және оның барлығы жұмысқа дайын, оның сапасы қазіргі жағдайда қанағаттандырылық. Осы сияқты енді бұл жерде настройка, содан кейін мысалы file sharing and sync депті, мысалы ақпараттарды бөлісу және оның синхронизациясы қалай интерфейсте басқарылатыны, ол жерде жұмыс жасайтын протоколдарды жазған SMB, AFP және NFS дейді. Мысалы FTP протоколымен де жұмыс жасауға болады. Бұл кең қолданылатын Windows, Linux, Mac барлығымен жұмыс жасауға мүмкіндік береді деген сөз. Сондай-ақ мына жерде бір интерфейстерінде суреттер бар ма екен көрейік. Қазір data backup, міне ақпараттың жоғалып кетпесі үшін әрқашанда резервті көшірмесі жасалып тұрады. Ол әрқашанда active backup деп аталынатын жаңағыдай suite функцияның көмегімен іске асады, және ақпараттар қай кезде өзгертілсе, сол сәтте бэкап жасалынады. Оны байқаусызда өшіріп алу, жоғалтып кету, сол кезде оны қалыпқа келтіру өте оңай болады. Сондай ақпараттарды сыртқы құрылғыға көшіру, немесе бұлттық дисклерге көшіру, интернетке көшірме жасау, бэкап жасау барлығы қарастырылған. Сонымен қатар осы құрылғыны қорғау, мысалы қалай қорғауға болады? Ол жерде мысалы міне кейбір ақпаратты тіпті қолданушылар сыртқа шығармас үшін жаңағыдай флешкамен немесе компьютерлеріне көшіріп алмау, жалпы шығарғыңыз келмесе, онда тіпті шифрлап тастауға да болады. Шифрдың көмегімен ол жердегі файлдар қазіргі осы қажетті жаңағы администраторлар мүмкіндік берген қолданушылар файлдарды кәдімгі файлдар сияқты көріп отырады. Мына жерде мысалы мен қазір компьютерімді ашатын болсам, сол сияқты файлдарды көріп отырады. Ал егер ол файлдар кенеттен жаңағы басқа флешкаға, сыртқы құрылғыға, осы өзінің жергілікті доменінен шығып кететін болса, ол файлдар шифрланып мүлдем басқаша форматта болады, және оны оқу да көру де мүмкін болмайды. Яғни осы қай жаңағы мүмкіндік берілген доменнің ішінде ғана жақсы жұмыс жасайды, барлығы кәдімгі файлдар сияқты көрініп тұрады. Word, Excel болсын, PDF, кез келген файл. Ал сыртқа шыққан жағдайда бірден бұзылып кетеді, ол шифрланып тұрады. Сондай-ақ гипер бэкап деген функция бар екен, және де snapshot replication дейді. Бұл жерде осындай snapshot деп аталынатын функцияның көмегімен алмасу, репликация жасау мүмкіндігі. Сонымен қатар бұл жерде жоғары қолжетімділік, high availability әрқашан мүмкіндік қарастырылған, яғни ақпараттар жоғалмайды. Сонымен қатар қауіпсіздігі, жаңа айтып кеткендей, ол жерде аккаунттардың көмегімен басқаруға болады. Сонымен қатар кейбір автоматты түрде блоктау қарастырылған. Сонымен қатар ақпаратты құралдарға қол жеткізу үшін ол жерде қалай авторизация өтеді? Мысалы, компьютердің көмегімен бе, немесе домен контроллердің көмегімен бе қолданушылар қалай қол жеткізеді, немесе кәдімгі құпия сөз, кілт сөзбен қол жеткізе ме, осының барлығы қарастырылған. Сонымен қатар антивирус, мына құрылғылармен автоматты түрде оған салынатын, шығарылатын ақпараттарды тексеруге мүмкіндігі бар. Оның желі конфигурациясына келетін болсақ, бұл жерде жаңа айтып кеткендей, бұл құрылғыға кез келген жерден тез қосылуға мүмкіндік беретін Quick Connect байланыстар бар. Сол жерде WAN, ұзақтан интернеттен кіруге мүмкіндік, сонымен қатар жергілікті желі LAN-нан кіруге де мүмкіндік беріледі. Мына жерде көріп отырғандарыңыздай, сырттан мысалы external IP адрес, қандай да бір сыртқы IP адрес конфигурация жасалынады. Одан кейін кейбір қолданушылар VPN-нің немесе интернеттің көмегімен
осы файлдарды сіз жаңағы телефонмен немесе ұзақта жүрсеңіз басқа жерде отырып та қол жеткізуге мүмкіндік аласыз. Ондай мүмкіндіктер де бар. Жалпы осылай файлдарды мына жерде көрсетілгендей жаңағы LAN бір конфигурациясы ол қосылып тұр дейді. Мысалы тағы бірнеше екінші LAN конфигурациясын жасауға болады. Прокси сервер, енді прокси сервер, DNS сервер қосымша осындай жаңағыдай толық компьютерлердің DHCP сервер ретінде барлық серверлік қосымша мүмкіндіктері бар. Оны басқару бұл құрылғыларды басқару өте оңай. Кәдімгі телефонды басқарған сияқты боласыз. Мысалы оның қайтадан қалыпқа келтірілуі, мысалы жаңағы электр қуаты өшіп қалған кезде қайтадан электр қуаты пайда болса, бұл құрылғылар автоматты түрде қайтадан іске қосылады. Сол сияқты жаңағы IP адресті алу, ұзақтан қол жеткізу барлығы тағы да өте оңай. Мысалы HTTP протокол көмегімен веб интерфейстен де ұзақтан басқаруға мүмкіндік бар бұл құрылғыларда. Сондай-ақ ол жердегі ресурстардың қолданылуын мониторинг жасау, мысалы CPU, процессор, жад, дискі қалай қолданып жатыр, осының барлығын мониторинг жасауға болады. Сонымен қатар бұл құрылғыларда жаңағы болып жатқан барлық өзгерістер, файлдардың жазылуы, жойылуы, оның барлығы тізбектеліп лог жасалынады, жазбалар жүріп отырады, және оны администраторлар көріп, не өзгеріс болғандарын көруге болады. Файлдарды барлығын бірден іздеп табуға да болады. Мысалы, мына жерге іздеу парақшасын басамыз, және файлдың атын жазып, кез келген файлды аты бойынша тез табып алуға болады. Ұзақтан басқаратын орталықтандырылған басқару, және де оның өнімділігін басқаруға мүмкіндік береді. Мысалы, жаңағыдай бұл жерде жазу, оқу өте жоғары жылдамдықта болады, себебі бұл құрылғылар осы файлдарды жаңағыдай жұмыс жасауға арналған. Жалпы осындай керемет құрылғылар, мынандай міне. Бұны айтып отырған себебім, көп жағдайда осы қолданушылар файлдарды компьютер арқылы бөлісіп жатады. Олда тұрған еш нәрсе жоқ, барлығы дұрыс. Алайда қосымша мынандай құрылғылардың беретін мүмкіндігі керемет, және олар файлдарды орталандыруға, ұзақтан басқаруға ешқашан жоғалып кетуіне мүмкіндік береді. Және Synology компаниясы осы саладағы көшбасшы компаниялардың бірі. Енді Synology шешімдері мына жерде жаңағы айтып кеткен нәрселердің барлығын мүмкіндік береді. Файлдар мен папкаларды бөлісесіз, оны қолжетімділігін басқарасыз, одан кейін кімдер қол жеткізе алатын барлығын көресіз. Ол жерде файлдарды мысалы қолданушының папкасымен жаңағы Synology папкасының арасында синхрондауға болады. Жеңіл тез синхрондалады. Одан кейін құрылғылардың барлығын оңай басқарасыз. Интернеттегі жаңағы cloud компьютингпен де синхронизация жасауға болады. Осындай көптеген мүмкіндіктері бар. Мысалы, шағын және орта бизнес үшін бір мысал келтірілген екен бұл жерде. Мысалы, DS 723+ дейді. Бұл ықшам және қуатты. Осы жердегі ақпараттармен келіп таныссаңыздар болады. Мына жерде мысалы қосымша жаңа функционалдықтар басқару пайда болған. Соның ішінде жылдам оқу және жазу мүмкіндігі, ақпараттар өте жоғары жылдамдықта жұмыс жасайды. Бұның интернет Ethernet порттары 10 гигабит жылдамдықта жұмыс жасайды. Сондықтан ақпараттарды оқу, жазу өте жылдамдықта іске асады. Мына жерде жазылғандай кэштеу және сақтауды кеңейту үшін қосымша 2 NVMe M2 дискілері сақталған. Бұлар жаңағы файлдардың барлығын кэш дейді. Яғни ол жерде жазу, оқу жылдамдығы өте жоғары болады, және де сақтауды кеңейту үшін арналған. Көп функционалды және икемді сақтау деген екен. Мысалы, екі диск ұясына 10 терабайттан 2 диск салатын болсаңыз, онда 20 терабайт аласыз. Егерде енді 20 диск ұясы бар үлкенірек нұсқасын таңдайтын болсақ, бұл жерде мынандай мысалы, онда әрине 100 терабайтқа дейін ақпаратты сақтауға мүмкіндік бар. Енді мына жерде жалпы сыртқы ішкі көріністеріне сипаттама берілген екен. Кәсіпорындар үшін міне мынандай құрылғылар қолданылады, және олар шкафқа қойылады. Одан кейін Ethernet IP адреспен беріледі. Файлдардың барлығы әрқашан сақты және өте жылдам қол жетуге мүмкіндік болады. Оның әрине бұл жерде есептеу қуаты және де басқа сақтау мүмкіндіктері өте жоғары деңгейде екені түсінікті. Оның өзінің жеке процессоры болады, жеке жады болады, өнімділігі жоғары болады. Сондай-ақ ол жердегі ақпараттардың ауқымы өте үлкен болатыны түсінікті. Сөйтіп ақпаратты әрқашан сақ болады, және оған бірнеше жылға кепілдік беріледі. Міне мынандай құрылғылар. Бұны жаңағы шағын және орта бизнес қарастырса болады. Енді Synology компаниясы, осы таныссаңыздар болады.
Бұл компаниямен біз жұмыс жасаймыз. Біздің компанияның осы біз жайында Synology деген жеріне келсеңіз табасыз. Бұл видео пайдалы болса лайк басып, каналға жазылыңыз. Келесі сабақта кездескенше.